Апа, апа. Не болып қалды бұл қалқам? Тыныштық па? Апа, маған ұршық үйіруді үйретіңізші. Ойбай, табан астынан не болып қалды қалқам? Түс көрдің ба? Апа, түсті де көрген жоқпын, басқаны да көрген жоқпын. Бүгін білесіз бе, бізді мектептен сұрап алып, аудандық мәдени орталыққа келіндер сайысына алып барды. Ол жерде әр жерден келген келіндер өздерінің өнерлерін көрсетті. Мен де өскенде сондай сайысқа қатысқым келеді, апа. Жарығым сол менің, ақылдым, талабыңа нұр жаусын балам. Апа, сол жерде менің айтқым келгені, ұршық үйіру сайысында көптеген келіндер ұршық үйіруді білмейді екен. Мен де ертең өскенде сондай сайысқа қатыссам, ұршық үйіруді білмей тұрсам, қазақтың келіні деген атыма нұқсан келмей ме? Жарығым менің сол, талабыңа нұр жаусын, ақылдым менің. Үйренгенге не жетсін, үйреніп ал. Мына тоқыманды үйреніп ал. Мына осы жіптің бәрі сол ұршықтан шығады балам. Қане көрсетіңізші. Осты тоқпасаң бұдан да сайыстарға қатысуға болады, жеңіп шығуға да болады. Міне неше түрлі нәрсені осылай етіп тоқсаң болады қалқам.